Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы табиғи радиоактивтік. Яғни бүгіннен бастап ядролық физика басталады, балалар. Өстіп келеміз, бұл бет тарихы анау-мынау басталады. Жай келесі бетке өтеміз. Табиғи радиоактивтік ыдырау басталады. Мына жердің бәрі оңай міне. Магнит өрісінде бөлшектердің үш бағытқа таралуы альфа, бета, гамма деп. Сөйтеді да мына жерде басталады. Позитрон деген нейтрино, антинейтрино, антипозитрон деп басталады. Түсініксіз терминдер өзі. Енді соның ішіндегі сендерге ең оңай жолмен позитрон деген не екенін түсіндірем. Кітаптың тілімен емес, оқып атырып ұйықтап кете беретін балдар үшін оңай тілмен түсіндіретін болам. Позитрон деген балалар, мысалы, мынау целым атом. Атомның айнала шетінде электрондар жүреді деп біз осының алдыңғы физика курстарында өткен едік, атомдық физикадан. Ядро дегеніміз атомның ортасында болатын бөлшек. Атомның ортасында болатын бөлшек. Демек, ядродағы мына ядродың ішінде қандай да бір ғана протонның нейтронға айналған кезде, одан позитрон және электрондық нейтрино деген бөлшек пайда болады. Бұлардың барлығы осының ішінде болады. Позитрон дегеніміз, демек электрон заряды минус деп өттік қой біз. 1,6 көбейтілген 10⁻19 дәрежесі кулон деп. Бірақ минус таңбасы. Анда позитронда плюс болады таңбасы. Енді арғырайды айтатын болсақ, жаңағы атомдағы бір протон уже нейтронға айналып кетті ғой. Демек, бір зарядқа кем. Мына жерде қарайық мына. Мынау бізде азот, мына жерде көміртек. Бірінші негіз көміртек тұру керек, Менделеев кестесі бойынша. Бірақ осы бета ыдырау кезінде көміртекке айналды азотымыз. Және бір позитрон және нейтрино пайда болды мына жерде. Сонда ядро зарядының саны біреуге кемейді, бір зарядқа кемейді. Енді қорытындылай келетін болсақ, Менделеев кестесінде периодтық жүйесінің бас жағына қарай бір орынға жылжиды. Көріп тұрғандарыңыздай, бірінші көміртек мынаның алдында тұрады, Менделеев кестесінде қашып қарасаңдар. Яғни азот ол көміртекке айналады.